Баршаңызға сәлем достар, қайырлы күн. Сіздермен бірге Айжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді және ауызда еритін крахмалды печенье жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Отбасыларыңызға жасап беріп, балаларыңызды қуантыңыздар. Алдымен керек ингредиентті дайындап аламыз. Таза ыдысқа бір жұмыртқаны жарып, үстінен қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сұйық майды құйып, біркелкі араластырамыз. Және де үстінен 125 грамм крахмалды қосып, жақсылап біркелкі араластырамыз. Ерітілген сармайды қосып, жақсылап біркелкі араластырамыз. Бір шай қасық қопсытқышты қосамыз. Дайын болған массамыздың үстінен ұнымызды аз-аздан салып, жақсылап араластырып, қолымызға жабыспайтындай етіп, қамырымызды илеп шығамыз. Қолға жабыспайтындай қамырымыз дайын болды. Енді аз-аздан алып, барлығын бірдей етіп, өзіміздің қалауымызша формада печеньелер жасаймыз. Ал мен 4 түрлі формада жасадым. Қызып тұрған пеште 170 градуста 20-25 минутта пісіп дайын болады. Печеньямыз пісіп дайын болды. Бетін шоколадпен әдемілеп сәндеп шығамыз. Және де өздеріңіздің қалауларыңызша әр түрлі етіп бетін сәндеп шықсаңыздар болады. Рецептім ұнаған болса, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Ас болсын!